метилурацил. Мына бар ғой, таза керек нәрсе ғой. Әр әйел адамның аптечкасында болу керек. Себебі бұл емізетін қыз-келіншектерге, геморрой бар қыз-келіншектерге, ер адамдарға болса да өте керемет. Мынаны бізде Қазақстанда онша көп айта бермейді. Негізі бұның пайдасы Россияда көп айтылады. Гинекологтардың өздері арнайы жазып береді, мына метилурацил келді. Себебі мынау еміз жүргенде қыз-келіншектердің сүттері қатып, кеуделері қатып қалады ғой. Кішкентай бала кішкентай кезде көп ембейді, көп ұйықтайтын болады. Сол кезде сүтті саумасаң қатып қалып жатады. Сол кезде мынау сіздерге көмек болып келеді. Метилурацил кел. Мен 2019-да босандым. 2019-да осы майзды алып қолдана бастадым, келді. Содан бері әлі 2024 болды. 2019-дан бері қолданамын осыны. Және де мен осы 3-ші баламды босанған кезде геморроймен қатты қиналып жатырмын. Осы маған көмекке келді десем артық айтпаған болам. Себебі геморройда өте қанап, білесіздер, жайсыз сезінесің, отыра алмайсың, жүре алмайсың, үлкен дәретке барғанда қиналасың, жылайсың. В общем, геморрой барлар түсінеді. Мынаны күніне 3-4 мезгілден кішкентай саусақтарыңызбен алып, сол геморройға жақсаңыздар, бірден бір ем. Обезболивающий несі де бар, бұның көмегі бар. Өте күшті майз, қолданып көрсеңіздер болады. Метилурацил.